21 қаңтар күні жоғалып кеткен мектеп оқушысы әлі табылмады. Арайлым Ермекбай соңғы рет Шымкенттегі Алаш базар аумағынан таксиге мінгені туралы әжесіне хабарлаған. Содан кейін мүлдем байланысқа шықпаған. 2007 жылы туған қыз Ордабасы ауданы Шұбарсу ауылында тұрады. Жасөспірімнің жақындары үрімдей қыз бірдеңеге ұшырап қалмас па екен деп жанын шүберекке түйіп отыр. Полицияға хабарластық. Барлық жерге жаңағы нелерді бердік, іздеу саламыз деген қағаздың бәрі. Еш жерден табылмай жатыр. Олар бізге жәрдем де беріп жатқан жоқ. Ал 14 қаңтарда Ордабасы ауданынан Шымкентке жүргізуші куәлігін алуға келіп, із-түзсіз жоғалған Бәйдібек Еділбектен де әлі хабар жоқ. Сол күні сағат 15:22-де жігіттің бірінші, 16:00 шамасында екінші ұялы телефоны сөнген. Ол соңғы рет әкесімен ауылға қайтатынын айтып, байланысқа шығыпты. Камерадан қарасақ, бер қарай, сол остановкаға қарай жүрген ғана кадры бар, одан басқа ешқандай еш жерде ешқандай хабар жоқ. Көрген білген адамдар болса, өтініш хабарласыңыздаршы. Әке-шешесі жылап отыр, атасы мен апасы уже ауырып жатыр. Айдың күннің аманында хабар ошарсыз кеткен жастардың туыстары іздестіру жұмыстары баяу жүріп жатыр деп шағымданады. Айта кетейік, жас жігіт пен мектеп оқушысы екеуі екі бөлек ауыл тұрғындары. Полиция қызметкерлері хабар ошарсыз жоғалған қыз туралы арыз бойынша іздестіру іс-шараларын жүргізуде. Іздеу жұмыстарына Шымкент қаласы полиция департаментінің кешенді күштері мен құралдары жұмылдырылды. Аудандық бөлімдердің жеке құрамы мен көрші өңірлердің полиция департаменттеріне бағдар жолданды. Жоғалған азамат туралы арыз бойынша полицейлермен іздестіру шаралары жүргізілуде. Ер адамды анықтауға бағытталған жұмыстарға полиция департаментінің барлық күштері жұмылдырылды. Арайлымның бойы 160 сантиметр, қара спорттық үлгіде киінген, шашы қара түсті. Ал 20 жастағы Бәйдібек Еділбек орта бойлы, арық денелі, қара торы келген. Егер көрген білгендеріңіз болса, экранда көрсетілген нөмірге хабарласуыңызды сұраймыз.